Қайырлы күн, құрметті көрермен. Күнделікті тұрмыста бала-шаға, абысын-ажын, құда-анда, келін-кепшік деген сияқты сөздерді қолданып жатамыз. Алайда ажынның, анданың, шағаның, кепшіктің қандай мағына беретінін білмей жатамыз. Егер олардың қандай мағына беретінін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Видео сізге пайдалы болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бала-шаға. Бала сөзі түсінікті, ал шаға көне заманда бала деген ұғымды білдірген. Жаңа туылған нәрестеге қызыл шақа деп жатамыз, шақалақ дейміз. Осы сөзден келіп шығады. Ал бүгінгі таңда түркмен тілінде шақа сөзі бала деген ұғымда белсенді қолданылады. Абысын-ажын көне түркі-моңғол тілдерінде жеке-жеке мағынасы болған. Алайда бүгінде ажынның мағынасы көмескіленген. Келін қайнағасының әйелін абысын десе, абысын қайын інісінің келіншегін ажын деп атаған. Бүгінгі таңда біз ажынды келін деп қана қолданамыз. Құда-анда. Анда сөзі көңілі жақын, дос адам деген мағынада қолданылған. Келін-кепшік бүгінгі таңда жас келіншектер деген мағынаны білдірсе, кедей-кепшік тұрмысы төмен отбасылар деген мағынаны береді. Көне түркі тілінде келін сөзі кел деген етістіктен шыққан. Келін үйге бір адам қосылды дегенді білдіреді. Ал мұндағы ін жұрнағы етістіктен зат есім тудырушы жұрнақ. Ал кепшік кел етістігінің кеп болып өзгерген түрі. Шік кішірейту мағынасын тудыратын жұрнақ. Бұл екі сөздегі кепшік менсінбеу, қомсыну мағынасын білдіріп тұр. Қыз қырқын. Қырқын Махмұд Қашқаридің сөздігінде күң кіріптар әйел деген мағынаны білдіреді. Ал шубаш тілінде қызды хыр деп атайды. Оған хын деген жұрнақ жалғанған. Яғни бұл екі сөзде қыз деген мағынаны білдіреді. Ал бүгінгі таңда көп қыздар деген мағынаны білдіріп тұр. Дос-жаран, жақын-жаран, жат-жаран. Парсы тілінде досты яр дейді, достарды яран деп атайды. Осыдан дос-жаран, жақын-жаран деген мағыналас сөздер, ал қарама-қарсы мағынада жат-жаран деген қос сөз пайда болған. Көйлек-көншек. Көншек көне түркі тілінде жалаңаш етке киетін киім болған. Жүн-жұрқа. Көне моңғол тілінде жұрқа жүн деген мағынаны береді. Жүдеп-жадау. Жүдеудің адамның еті жұқарып арықтау екенін түсінеміз. Ал жадау не екенін білмейміз. Қырғыз тілінде жада сөзі шаршау деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен сенден жададым, мен сенен шаршадым. Күту жадады, күтіп шаршады. Ит жадаса үреді, кіші жадаса күледі. Ит шаршаса үреді, кісі шаршаса күледі. Демек, адамның еті жұқарып арықтағаннан кейін әлсіреп шаршағысы келеді. Сондықтан осы қос сөз пайда болған. Қоңсы-қолаң. Бұрынғы замандарда ата-бабаларымыз ру болып өмір сүрді. Ал кей отбасылардың тұрмыстық жағдайы төмен болып, руластарынан көмек болмай, өзге бай ауылға көшіп барса, оны қоңсылар деп атаған. Қоңсы ол кедей, пақыр, тұрмысы төмен отбасы деген мағынаны білдірген. Тұрмыстық жағдайы төмен көшіп келген отбасы егер руласы болса, ол қоңсы деп аталынбаған. Қоңсы деп нағашылар, жиендер, күйеулер, яғни өзге ру өкілдерін қоңсылар деп атаған. Ауқатты көрші ауылдан қоңсылыққа рұқсат сұраудың екі себебі болған. Біріншісі, егде жастағы шаруаға жарамай қалған жалғызбасты адам болса, екіншісі, малы жұтқа ұшырап, тұрмыстық жағдайы нашарлаған отбасылар болған. Бұл қоңсылық уақытша кезең болған.
ал қолаң сөзінің бірінші мағынасы аттың құйрығынан бір жағы қамшы етіп бір жағы шыбын-шіркейден қорғануға арналған желпуіш етіп жасалынған құрал. Ал екінші мағынасы қалың, жуан, тығыз өскен деген мағынаны береді. Сонда көрші-қолаң дегеніміз бір жерге шоғырланған дәмдестер болып шығады.